Бірлік пене ынтымағы халықтың, көгімізде жарқыраған жарық күн, ырыс дәулет бақытшы халқымның, жайнай берсін алтын күн дей келе, Қазақстан халқының бірлігіне арналған сын сағатымызды бастаймыз. Қазақтың байдақ даласы бүгінгіде 130-дан артық ұлт өкілі ортақ отан болып тұр. Сол себепті 1 мамыр халқымыздың бірлік күні деп сайланды. Енді бүгін қарасам, айналам бақыт кең жатыр, бір-бірімен туысқан, қол ұстасқан ел жатыр. 1 мамыр мерекесі дүниежүзіндегі халықтардың достығы мен бірлігін атау күні. Біздің мемлекет бейбітшілікті жақтаушы, достықты жырлаушы, тыныштықты сақтаушы ел. Елімізде әртүрлі ұлттар тату-тәтті өмір сүруде. Бірлігі жоқ, ел тозады, бірлігі күшті, ел озады деген халық мақалы біздің елден келгендей. Мамыр қандай шіркін аяқ құлпырады, күй толқып көңіліңе жыр тұнады. Жыл еркесі гүл мамыр, сұлу мамыр секілді адамзаттың ынтымағы. Мамыр қандай шіркін ай мамыр қандай, айнала жасыл кілем жамылғандай. Алла да оның басына ақша ұрады, ойына гүлдеген қатаң. Жан біткендей жастауға шуақ ойнап арайлы, күн күлімдеп аспанда мамыр айы тарайды. Зәресін бұлталмасын, гүл бәйшешек еш уақытта солмасын. Ақ көгершін аспанында қалықтап, бейбіт күнді барлық халық қолдасын. Мамырдың бірі достық күні, ән салып берген халықтың тұтас тойлаған ұлттар, керемет мереке мамырдың бірі. Сен еткен отан анам ғажап едің, әспеттен көркем тілмен жазар едің, болашақ ұрпағының бақыты үшін жайнай бер ұлы отан қазақ елім.